Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін біз сіздермен бірге Қазақстан тарихы 13-ші сынып БТС 2 разбор жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. 21-ші сұраққа тоқталсақ, заманауи антропология саласында бас тартылған теория бұл бізде нәсілдік теория. Бұл нәсілдік теорияның бас тартылу себебі бұл қолданыстағы дүние болғаннан кейін ол теориядан бас тартады. Мәтінде сипатталған тайпа бірлестігін анықтаңыз. Қытай деректері бойынша олардың мемлекеті Сырдарияның орта ағысындағы Шаш облысында орналасты. Олардың шаруашылығы жағынан ғұндар мен юшилер айырмашылығы аз, яғни көшпелілер немесе жартылай көшпелілер болды. Олар Қазақстанның оңтүстігіне солтүстік-шығыстан ғұндардың ығыстыруы нәтижесінде келді. Бұл бізде қаңлылар болған. Бұл бізде қаңлылар. 23-ші орта ғасырлық мемлекеттерді хронологиялық реттілікпен орналастырыңыз. Мемлекеттерді қарайық. Батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, сосын түрік қағанаты дейді. Ең бірінші кезекте түрік қағанаты болады. Түрік қағанаты бізде 552 жылы құрылады. Ал батыс түрік қағанаты 603 жылы құрылады. Ал шығыс түрік қағанаты 682 жылы құрылады. Енді хронологиялық реттілікпен қарайтын болсақ, 552, 682 және 603, сонда 3-1-2. 3-1-2 бұл бізде Б варианты екен. 3-1-2 бұл бізде Б варианты. Бос орынға сай келетін жауапты қойыңыз. 7-ші ғасырдың соңында дулулардан бөлініп шыққан түргештердің өрлеуі басталды. Түргештер Шу-Іле өзендері аралығын иемденіп, шартты түрде шулық-ілелік түргештер деп аталуға болатын екі топқа бөлінді. Олар өз қағандығын құрып, 8-ші ғасырдың ортасында арабтардан жеңілгенге дейін өмір сүрді. Бұл жерде арабтардан жеңілген деп 751 жылғы Атлах шайқасын айтып тұр. Арабтар мен түргештер бірігіп Қытайларға шабуыл жасайды. Осы кезде ол түргештер арабтардан жеңілген үшін түргештер арабтардың құрамына қосылып Қытайларға бірге шабуыл жасайды. Сол себепті арабтардан жеңілгенге дейін өмір сүреді. Мұхаммед Хайдар Дулатидің шығармасы Тарихи-и Рашиди. Алтын Ордада Өзбек ханның билік құрған уақыты 1312 немесе 42. Кейбір деректерде 1313-1342 жылдар деп келеді. Бұл деректе 1313-1342. Одан кейін оның баласы Жәнібек таққа келеді 42-57 жылдары. Бірақ Өзбек ханды Жәнібек өлтіреді. Қасақана түрде ұйықтап атқан жерінен өлтіріп кетеді. Бірақ Жәнібекті де баласы солай жасайды. Жизнь бумеранг. Қазақ хандығының негізін салушы Керей мен Жәнібек Әбілқайыр хандығынан бөлініп көшкен аймағы батыс Жетісуға көшеді. Яғни Шу бойындағы Іле немесе Шу бойындағы Қозыбасы деген жотасында олар өзінің хандығын құрады. Қазақ этносының қалыптасқан уақыты 1465-66 жылдары қалыптасып хандық құрылады. Осы себепті бұл бізде Д варианты 15-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап. 15-ші ғасырдың екінші жартысы дегеніміз 1450 жылдан бастап. Бірінші жартысы дегеніміз 1400 бен 1450, ал екінші жартысы дегеніміз 1450-ден 1500-ге дейінгі аралықтарды атаймыз. Адам баласы шексіз, зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. Туған жер, әркімнің шыр етіп жерге түскен бауырында еңбектеп қаз басқан қасиетті мекені. Талай жанның өмір бақи тұратын өлкесі. Туған жерге оның мәдениеті мен салт дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Бұл шын мәніндегі ұлт ететін мәдени генетикалық кодының негізі. Жоғарыда берілген мәтіннің авторын анықтаңыз. Бұл біздің мемлекетіміздің тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болатын. Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы. Мәтінде сипатталған терминді анықтаңыз. Кеңестік кезеңде қазақ тілі онымен бірге қазақ мәдениеті этносының орыстандыру саясаты мен қазақ мектептерінің жабылуы мен орасан зардапты бастан кешірді. Көптеген қазақтар ана тілін ұмытты. Осылайша туған мәдениетімен байланысын жоғалтты. Ана тілі мен мәдениетін білу қажеттілігін жоққа шығарды. Олар мәдени генетикалық кодын жоғалтты. Бұл термин мәдени генетикалық кодтың сақталуы болып тұр.
Мәдени генетикалық 30-шы сұрақ бізде терминді анықтаңыз. Кеңестік кезеңде қазақ тілі онымен бірге қазақ мәдениеті мен этносы орыстандыру саясатымен қазақ мектептерінің жабылуымен орасан зардапты бастан кешірді. Көптеген қазақтар ана тілін ұмытты, осылайша туған мәдениетімен байланысын жоғалтты. Ана тілі мен мәдениетін білу қажеттілігін жоққа шығарды. Олар мәдени генетикалық кодын жоғалтты. Бұл бізде ұлттық нигилизм термині. Қазақтардың тек танушылық ілімі ру тарихы жайлы аталады. Бұл бізде шежіреміз. Ойбай көптек. 32. Көшпелі малшы болу үшін табиғи құбылыстар туралы қажетті дерек ақпараттың бәрін білу қажет. Ал бұл білімді тек қана алуға болатын еді. Конечно, ата-бабалардан ғана. Ауызекі әдебиет стилінде ата-бабалардан сөйлеу арқылы көшпелі малшы болу үшін табиғи құбылыстар қажетті ақпараттың бәрін білу қажет. Ал бұл білімді тек ата-бабалардан ғана алуға болатын еді. Жүздердің алып жатқан территорияларын сәйкестендіріңіз. Ұлы жүз қазақтары, орта жүз қазақтары, кіші жүз қазақтары. Біз білеміз, кіші жүз қазақтары бүкіл батыс Қазақстан, сондықтан 3А. Ал Жетісу солтүстігінде Балқашқа дейін, оңтүстігінде солтүстік Тянь-Шань, шығысында жоғары Алатау, Тарбағатай дейінгі не бұл бізде ұлы жүздері, орта жүздері солтүстік, орталық және шығыс Қазақстан аумағын алып жатты. Енді сәйкестендіретін болсақ, 1Б, 2С, 3А. 1Б, 2С, 3А. А варианты болады. Айбет етпеңіздер, кешірім сұраймын. 34-ші сұрақ. Кіші жүз тобына жататын руды анықтаңыз. Кіші жүз тобына жататын руды анықтаңыз. Бұл бізде беріш. Қаңлы мен Қыпшақ орта жүз, Дулат пен Үйсін ұлы жүз болады. Мына жақтағы Қазақстан тарихына келсек, бізде 35-ші сұрақ. Берілген теориялар мен олардың анықтамаларын сәйкестендіріңіз. Мәдени генетикалық код, генетикалық жад, тарихи жад, әлеуметтік байланыс, генетика. Енді салыстыратын болсақ, мәдени генетикалық код, ортақ қағидалар, өнегелі құндылықтар мен дәстүрлер болады. Генетикалық жад бізде шығу тегі ортақ биологиялық өзара байланыс, тарихи жад ортақ тарихи өзара байланыс. Ал әлеуметтік байланыс деген этнос, ұлт мүшелерінің арасындағы ерекше өзара байланыс. Генетика, метафора, Кант, ДНК арқылы берілетін негіз. Енді салыстыратын болсақ, 1А, 2Б, 3Д, 4С, 5Е. 1А, 2Б, 3Д, 4С, 5Е. Бұл бізде Б варианты екен. Мәтінде сипатталған жиналыс түрін анықтаңыз. Әскери қауіп төнгенде жүздер бір ханның басшылығымен ұйымдасып ортақ әскер шығарды. Бейбіт уақытта олар барлық мәселені жүздің ішінде қажеттігіне қарай жалпы шақыра отырып шешуге тырысты. Бұл бізде құрылтай. Әскери қауіп төнгенде хандар құрылтай шақырып отырды. Ұрпақтың сабақтастығы үзіліп, мәдени генетикалық кодтың жоғалуына қатері төнген ғасыр 20-шы ғасыр 1900 жылдар. Яғни бұл кезде біздің қазақ неміздің оянуымызға ұлт алашалар қызмет етсе де, патша үкіметі және де КСРО-дағы басшылар бұлардың бәріне запрет қойып отырды. Ана тілімізді ұмытты, дінімізді ұмытты, ділімізді жоғалтып алдық біз осы кезде. Бірақ әлі күнге дейін Құдайға шүкір аман есен қалып, ділімізге дейін сақталып, әлі күнге дейін біздің тарихымыз бұрмаланып жатыр. Тарихты біз әлі күнге дейін зерттеп жатырмыз. Ашылмаған дүниеміз көп біздің әлі. Осы 20-шы ғасырдан бастап біз кәдімгідей өзіміздің кім екенімізді ұмытып қалдық. Бірақ Аллаға сансыз шүкір 1991 жылы 16 желтоқсанда өзіміздің тәуелсіздігімізді алып, ары қарай Қазақстан мемлекеті болып, қазақ хандығының мұрагері ретінде отырмыз, Құдайға шүкір. 38. Халық жиналыстарында ханның немесе сұлтандардың сол жағындағы құрметті орынды иеленген әлеуметтік топ, бұл бізде ақсақалдар. Ханның немесе сұлтандардың сол жағындағы құрметті орынды ақсақалдар алған. Себебі олардың жасы үлкен болған, одан кейін
өмірінде қандай ситуацияларды бастан кешірген, соған қарай сол жақты берген. Шыңғыс ханның ұлдарына бөлініп берген ұлыстарды анықтаңыз. Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Үгедей ұлысы. Шыңғыс ханның 4 баласы бар. Бұл жерде 3 баласы беріліпті. 4-ші баласы Төле. Төле өзінің Моңғолия жерінде қалады. Мынау Орта Азия жеріндегі Қазақстандағы 3 ұлы қалай Қазақстанды тарпаштап бөліп алды. Шығыс дешті Қыпшақ жері Жошы ұлысына тең болса, ертістен шығысқа қарай біздер Үгедей, ал Шағатай, Жетісу мен оңтүстік Қазақстан жерлерін алып отырды. Сонда 1С, 2Б, 3А. Бұл бізде Б варианты екен. 15 ғасырда Шайбани ханның бастамасымен оңтүстікке көшкен Мауреннахр жерінде өз мемлекетін құрған этнос бұл өзбек. Өзбек хандығы, өзбек ұлты 92 тайпадан тұрған. Қазіргі Мауреннахр, қазіргі Ташкент, қазіргі Өзбекстан жері болғандықтан кейін олардың ата жұрты десек те болады. Ал сіздерге тілерім, құрметті тарих сүйер қауым, осы БТС 2-дегі тарихтан топ-топ бала алыңыздар, топ 100-ге ілігіңіздер. Сіздерге сәттілік тіледім. Сау саламатта кездескенше тарих сүйер қауым.